Салық режимдары 2 толық ақпарат алдыңғы сабақтың жалғасын айтып өтейін. Жоғарғы жақта қарап тұрсаңыздар, для субъектов малого бизнеса деп жазылып тұр. Ол жерде бізде малый бизнес, бізде жұмысшы саны 100-ге дейін, доход 300 мың МРП-дан аспау керек. Жасыл болып тұрған төртеуі жатады. Қалғандары уже үлкен средний бизнес, крупный бизнестарға өтеді. Бірінші патенттен бастақ, патенттің доходы бізде көріп тұрғаныңыздар 12 миллионнан маңайында за год, яғни сол жыл үшін работниктер болмау керек. Отчет 911 форманы тапсырады жылына бір рет. Срок отчета бізде алдын ала тапсырылады, бұл бізде 4 ай бұрын тапсырылады бұл жерде. ИПН подоходный налог 1% болғанда, бос емес, медстраховка, пенсионкаларыңыз 4 ай алдын ала алыну керек. Мысалы, сіз ИП-ні декабрьда ашатын болсаңыз, август айында осы 911 форманың отчеты тапсырылып қою керек, ИП ашпай тұрып. Каспи редпен рассрочкамен оплата қабылдасаңыздар, фиксальный чек берілу керек, яғни кассамен жұмыс жасауларыңыз керек. Келесі бізде специальный налоговый режим мобильное приложениеда, яғни е-салықпен жұмыс жасау. Бұл жерде доход 12 миллион тоже, работниктер болмау керек. Отчетты е-салықта тапсырмайды, негізі е-салық бизнес болу керек. Общий обороттан 1% налог төлеп отырады, ИПН налогын төлейді. Келесі көргендеріңіздей упрощенный режим. Упрощенный режимнің жалпы доходы 89 миллионның маңайында болу керек. Ол за полугодие, жарты жылдық үшін бізде сондай доход болу керек. Жұмысшылар саны 30-дан аспау керек. 910 форма отчетін жылына 2 рет тапсырасыздар. Бірінші полугодие үшін 15 августке дейін, екінші полугодие үшін 15 февральға дейін. Общий обороттан, общий табысыңыздан, общий түскен суммадан налог төлейсіздер. 3% налог, 1,5% подоходный налог, 1,5% социальный налог. Социальный налогтан минус социальное отчисление. Ары қарай ИП-лар бухгалтерский учет жүргізбейді, бухгалтерлік есеп жүргізбейді, толар жүргізуге міндетті. Касса бойынша тоже жұмыс жасап, фиксальный чек беру міндетті. Фиксальный чек бізде Каспидағы переводтың чегі емес, бізге фиксальный чек товардың аты, суммасы жазылғаны, қандай товар алған туралы фиксальный чек берілуі керек. ИП өзіне және жұмысшыларына ай сайын пенсионный взносы, ИПН, ВОС емес, ОС емес, социальное отчисление барлығын төлеп отыру керек. Добровольно және 20 мың МРП-дан асқан жағдайда НДС-қа тұру керек. Доход бізде 497 миллион, яғни көп сумма, жылында осынша сумма болу керек. 50 жұмысшыға дейін ала алады. 912 форманы жылына бір рет, 200 форманы квартал сайын тапсырып отырады. Табыстан ИПН 10% салып отырады, 20% толар КНП-ді салып отыратын болады. Бухгалтерлік есеп жүргізу міндетті, учет жүргізу, ары қарай кассамен жаңағындай кассалары болу керек, фиксальный чек берілу керек. Келесі бізде социальный розничный налог, специальный налоговый режим розничного налога. Бұл жерде доход жалпы 2 миллиард жылына, 200 жұмысшыға дейін, 913 форма квартал сайын, 200 форма квартал сайын тапсырылып отырады. Ежеквартально тапсырып отырылады, яғни январь, февраль, март үшін майдың 15-не дейін. Солай келесі айдың 45 күн аралығында біткенді, квартал біткеннен кейін 45 күн аралығында тапсырылу керек отчет. Социальный налогтан босатылған, жалпы бұл НДС-та тұру керек. Ежемесячно пенсионный, социальное отчисление, медстраховка барлығын төлеп отыру керек. Специальный налоговый режим крестьянские хозяйства, фермерские хозяйства, яғни бұлар кісілер жері барлар. Доход не установлен. 920 форма отчетін жылына бір рет тапсырады. За год деп көріп тұрсыздар. Және бұл жерде бухгалтерский учет жүргізеді обязательно. Ежемесячно төлеп отырады. Судың налогы дегеніміз, бұл жерде суға байланысты налог тоже бар. Соны ескересіздер. 7-ші бізде молочные продукты, специальный налоговый режим, сол молочные продукты, сельские хозяйстволар туралы. Бұл жерде ИП 220 отчетты, то 100 форма отчетін тапсырып отырады. 8-ші режим бізде общий установленный режим ООР деп тұрады. Ол жерде тоже табыста ограничение жоқ. Жалпы таза пайдадан, яғни жұмысшылардың айлығын барлығын тастағаннан 10% налог төлейді.
ежеквартально отчет тапсырады, 200-ші форма, ал жылына бір рет 220 тапсырып отырады ИПлар. Бухгалтер бізге учет жүргізу міндетті.